Құрметті Қазтрансойл компаниясының қызметкерлері. Қазақстан мұнай құбыры көлігінің 85 жылдық мерейтойына арналған викторинамыз өзінің жалғасын одан әрі тауып жатыр. Тест ретінде өткен викторинаға компания бойынша 50-ден астам әріптесіміз қатысқан. Уважаемые коллеги, в этот раз участники викторины, посвященной 85-летию трубопроводного транспорта, отвечали на вопросы в виде тестирования. Всего в анкетировании приняли участие более 50 сотрудников. Әрине, жүзден жүйрік болып барлық сұрақтарға дұрыс әрі біріншілердің қатарында жауап берген әріптестеріміз бар. Оларды жеңістерімен құттықтаймыз. Әріптестеріміз Павлодар, Атырау және Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармаларына. Мы поздравляем наших коллег, которые оказались быстрее остальных и ответили правильно на вопросы викторины. Итак, победителями стали работники Павлодарского, Атырауского нефтепроводных управлений и работники Восточного управления операторских услуг. Ал енді уәде еткендей 5 жеңімпаздың есімін жариялайық. Олар: Мадина Сақтағанова, Жасұлан Кабиев және Үсер Дәрібай, Мадияр Әбжаппаров және Нұрила Есенбаева. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Және де сыйлықты сіздер карантин мезгілі аяқталғаннан кейін пошта арқылы сіздердің кеңселеріңізге жолдаймыз. Құрметті әріптестер, біздің викторина өзінің жалғасын одан әрі тауып жатыр. Келесі викторина сұрақтарын сіздер мобильді қосымшаның e-quiz бөлімінен таба аласыздар. Тест сұрақтарына ең бірінші әрі дұрыс жауап берген компанияның 5 қызметкеріне имидждік сыйлықтарымыз бар. Естеріңізге сала кетейік, Қазтрансойлдың ресми сайтында баспасөз орталығы атаулы мерейтойлар бөлімінде Қара алтын дариясы кітабы орналастырылған. Викторина сұрақтарына жауапты осы жерден таба аласыздар. Іске сәт әріптестер.